Сәлем достар, қалайсыздар? Кәне берірек жақын соткамызды алып, даусын шығарып, тіркелмегендер болса тіркеліп, лайк басып отырайық. Кәнекей достар, бүгін бізде өте керемет күн болады. Бізбен бірге болыңыздар достар, тамашалаңыздар. Достар, осы бүгін мен осы неге келдім, экетаждық Бибінұр магазине, ойыншықтар дүкеніне. Осындай теңді жақсы көреді, боянғысы келетін. Осыны алдым, чемодандағысы жоқ екен. Осыны алдым да жарайды деп алдым. Оны тығып подарок жасап қоямыз. Одан кейін осындай торттың үстіне безендіруге шоколадпен осындайлар түрі бар екен. Сүйікті анама да қызыма деген сияқты осындай тортқа арналған осындай безендіргіш заттар сатады. Мастикадан жасалған әртүрлі мынандай формалар, қараңдаршы, өте күшті. Аю, медвежонок бәрі бар. Осындай да сатады екен. Сондайлар бар екен. Мына вообще суперді. Кесішкін істеп қойған. Осындай мак тағы да. Осындай заттар сатады екен ішінде. Алсаңыздар болады екен барып. Осыларды алдым. Сүйем алдым. Ана дөңгелек сүйетінде торттың үстіне мен ұмытып кетем ғой. Осы сипаның қаптарындағы домда компот пісірдім. Әдеттегідей балалар жақсы көреді деп дайындалып қойдық. Амина білмейді. Bir қызығы ол числоны да көп біле бермейді. Ол 5 күн қалды деп алдында айтып жүрген болатынбыз. Тойға барасын дедік Аминаға. Тойға дайындалып отыр. Енді өлең киді, жеңше салып берді туған күніне. Шашына жапсырып тойға барам деп отыр. Өзінің туған күні екенін білмейді. Біз барлығымыз сол тосын сый жасаймыз қазір. Аминаны зорға деп енді тойға жібердік бапасымен. Жіберіп алып, бапасы білетін бір жарты сағат айналдырып келейін деді. Біз соған дейін болу керекпіз. Жүгіріп тез деп барлығымыз, Мейрамбек ағасы бар, Мөлдір апасы бар, Райса апасы келді. Әйтеуір барлығымыз өз ағаларымен әйтеуір осылай безендірдік. Енді бесікті анайға қойдық, әйтеуір шарларды шығарып үрдік. Осылай бастап кеттік дайындығымызды. Туған күннің дайындығын. Қазір келгенде ол таң алатын шығар деп ойлаймын енді. Безендіріп болдық, әйтеуір тез-тезден. Достар, сіздерде осындай қарапайым торт алып, арзанға өздеріңіз осылай безендірсеңіз болады. Сатып алғандарымда Эльза жақсы көреді ол. Эльзаларды бетіне жапсырып, күштіде осы Эльзалар ішінде бір Эльза емес, осындай барлық бір пакеттен шықты. Осылай 750 ма сондай теңге екен. Happy Breed'інде үйде бар еді. Осыны шоколадпен осылай жазған. Өсіп қоя салып, мана дөңгелек жылтырақ затымды да ұмытып кетіппін ғой. Мына үстіне сүйіп қоятын. Онда вообще супер болатын деп ойлаймын. Торт деген солай қалай ұнады ма осының өзі деп не жақсы болыпты. Соны мен де ұмытып кетіппін ғой себебі асым үшін. Мына подаркілеріміз. Райса апасы, Мейрамбек ағасы. Достар, мына есіңізде ме, мына с днем рождения деген жазу бір айдан кетті уже осы жерде тұрғанына залда да. Мен қарап қоям, өзімен өзі ауасы кетіп талқан болатын шығар десем,
әдейі алмай қойып едім, бұйырса осы Алинаның туған күніне шейін тұра берсінші деп санын алдық та. Дәулеттің туған күн кезде қойып едік қой, естеріңізде ма? Міне сол жақсы екен. Осы үрілді, уже бір айдан кетті. Бұйырса келесі де біреудің тағы туған күні болады, соған тұра берсін деп отырмын. Сол ауасы әлі кетіп тұр ғой. Лайк басыңдар достар. Осындай жазу алып, бір көп пайдалануға болады екен жалпы. Ал мынаны қасында затта наборлары болды. Бұны 3 жасында алып бердік Алинаға. Мынау 4 жасында алып бердік осы наборды. 35 мыңға алып бердік қой. Солай. Міне Амина келе жатыр достар. Қараңыздар эмоциясын. Амина деген тортты тістейм деп жүретін, міне торт тістеттік, осыны жақсы көреді тістейм. Естелікке, суретке түстік подаркілерімен. Сонымен міне барлығымыз дастарханға отырып, ал тілек айту басталды. Аминаға тілек айту басталды. Жұмыртқаны қайтып бер деп айтты. Жип алып берді. Günün sağ olsun, bakıtlı bol, salaklı bitsin oku. Күшті қыз болып өте бер. Өзің айтқансыңда көмекші болып жүре бер де. Армандарың орындала берсін. 5 жасың құтты болсын. Амина, құтты болсын туған. 5 жасың. Денсаулығың мықты болсын. Аман сау жүре бер. Жақсы ма? Енді сыйлықтарына распаковка жасадық. Қарасаңыздар болады. Бұл сыйлықтарды жалпы интернеттен көріп отқанда осындай алып бер деп айтатында. Әртүрлі боянатын зат дейді. Мына кукланың қолы бар түрін іздегенмін, бірақ базардан таппадым. Сол манағы магазинде жоқ болды, оны кесуін бір іздедім. Сосын мынандай алдым басқа жерден. Тек осы басы бар екен деп, былай саусағын тоже сырлайтын ондай жоқ деді. Бірақ сол енді басқа жерлерде бар шығар может.
соны алып бердім. Бетін боясын, шашын прическа істесін деп. Мынандай парикті де маған осындай алып берші дейтін. Барби болғысы келіпті. Сол үстіндегі киіммен қатып бітті деп ойлаймын. Қазір көресіздер. Сол фотоға түсірдік парикін. Ал осындай боянатын жаңағы заты. Одан кейін мынандай тоже үшінші подаркасы. Бұл не деп ойлайсыздар? Бұл мынандай әдемі кукла, аты Фатима деген, осындай Фатима үйретуші Фатима. Ішінде осындай алсаңыз болады, алып көрсеңіз болады. Бұл инстаграмда бар, иә. Бір апта көлемінде келді, жақсы келді, үлкендеу екен, мықты екен. Алда осы кукланы да көрсететін боларын. Мана кукласы осындай. Резеңкісі бар, ішінде парақтары бар, шашы осының қалың екен. Сүйік кукланы көрсететін боламын. Сапасын да айтатын боламын. Алда қарасаңыз болады. If I get rid of the devils, they think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's no way that I'm not level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity in a moon. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. Міне үйрету Фатиманы алды. Ішінде осындай міне QR коды бар, қағаз бар, 2 жасқа дейінгі балдарға ойнауға болмайды, беруге болмайды деген сияқты да. Сондай жазу бар, өйткені жаңа сөйлейді ғой, бұл сүрелер айтады, соған шашырып аузына сап қоймасын деген мақсатта жазып қойған шығар деп ойлаймын. Сондай қазақша отандық өнім алсаңыздар болады деген келеді. Ал мына жерде бізде 4-ші сыйлығын киіп көріп басына. Қалай күшті болып тұр ма достар? Лайк басамыз, тіркелеміз. Бүгінгі Аминаның туған күні. Не осындай күшті болып паригін киіп суретке түсті. Алда енді өзі ойнап боянып отыр. Ал қазір бізде 1-2 сағаттан кейін көресіңіз қандай болған Аминаның өзін бояғанын. Бір бояуды, бір күнде тосу керек. Одан кейін шаршап, теңкесі құрып, ұйықтап қалды. Біз осы обеді құттықтадық. Енді кеш болып жатыр. Кешке қарай, күнге кейін деп отқанда ағамыз бен жеңешеміз келді. Міне осылай аман түскен болатынбыз. Тілегін айтты олар. Тілегін айтып Sağ olsun. Пойдем разок шире. Пандемияда жүргізді. Сюрприз olma бұл туған күні. Иә. Сюрприз olma айтшы. Что туған күнінде әйтеуір өзі айтты. Достар, ұнады ма? Ұнаса лайк басамыз, тіркелеміз.